Оны атын айтпай ақ қояйын, бірақ бір кезде мені қысқан. Не дейді бізде, менің жеңісімді бермеуге әрекет жасаған, бермеді маған сол жеңісті. Себебі мен басқа облысқа ауысып кеттім, сол үшін сол ағай маған берген жоқ жеңісімді. Қасақанасы деді, әдейі. Иә, ондай спортта көп қой. Жалпы ондай дүниелер біздің елде көп па, жоқ әлде әлем бойынша? Барлық жерде бар шығар деп ойлаймын. Жарайды, мен сол кезде ойладым, жарайды, мен Қазақстан ішінде қыса берсін, шетелге барып, ол кісі бәрі мені судить ете алмайды ғой, мен шетелде оны көрсетемін, доказать ете аламын, что мен мықты екенімді дедім. Ол кісі Қазақстан ішінде ғана судья ғой, сол судья мені жақтырмаған, сол үшін мені қыспақшы болды, қысты. Мен 3-ші орын алдым Қазақстан чемпионатында. Соның қателігі бойынша. Негізі бірінші орын алуыңыз керек еді? Иә. Сосын 3-ші орын алдым. Содан соң ол кісі маған әлі судить етіп тұтқан жоқ шығар. Себебі мен Қазақстан ішінде күресіп жатқан жоқпын қазір. Тек қана шетелде күресемін.